Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай меренгевый рулет дайындайтын боламыз. Мен осы рулетті дайындау барысындағы өзімнің қателіктерімді айта кететін боламын. Менде 2 қателік болды. Сондықтан видеоны соңына шейін көріңіздер. Алдымен осылай заттарымызды дайындап аламыз. Осындай құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бізге сарысы емес, ағы керек. Міне осылай ағына кішкене тұзымызды салып, аппақ болып көпіргенше бір араластырып аламыз. Одан кейін үстіне қант саламыз. Менің бірінші қателігім осында. Мен қанттың кәдімгі түйір-түйірлеу барынан салып жібердім. Өйткені менде сахарный пудра болмады. Осындай қанттың орнына сіздерге сахарный пудра қолдануға кеңес беремін. Сонда тез еритін болады миксерлеген кезде. Менде толық дұрыс ерімей қалған қантым. Сондықтан сахарный пудра пайдаланыңыздар. Міне осылай бөліп қантымызды салып, 7 минуттай араластырып, осындай масса пайда болады бізде. Оның үстіне кішкене лимон қышқылын салып, тағы да араластырып аламыз. Ыдысымызды төңкерген кезде ағып кетпеу керек. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығу керек. Енді осының үстіне кукурузный крахмалымызды салып, астынан үстіне қарай осылайынан араластырамыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қойсақ болады осы уақытта. Және ескере кететін жағдай, пергамент қағазының да жақсы түрінен алғаныңыз дұрыс болады. Себебі бұл өте жабысқақ болады. Мен покланды қолданамын. Поклан пергамент қағаздары өте жақсы качественный, сондықтан сондай пайдаланыңыздар. Міне осылай дайын болған тестамызды осылай жайып шығамыз. «180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде қайта қадағалап тұрыңыздар. Қатты қызып, күйіп кетпесін, кішкене ғана ағару керек. Міне менің бисквитімді көрсеңіздер, кішкене қара болып тұр, өйткені қанты толық ерімей қалған. Сол үшін сіздерге сахарный пудра пайдалануға кеңес беремін. Және мен кішкене ұзақтау ұстап қойғанмын. Сіздер 30 минут ұстасаңыздар да жеткілікті. Жемістерді өте көп салған дұрыс. Ішіне қалаған жемістеріңізді қолдана берсеңіздер болады. Егер сіздердің рулет жасап атқан кездегі осындай менікі сияқты кішкене күйіңкіреп, қатты болып қалса да, уайымдамаңыздар, өйткені бәрібір тәтті болып шығады, дәмі ерекше болып. Міне менікі осылай шықты. Бетін қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Менің каналымда кремнің жасалу жолы бар. Міне қыздар, мен бетін осылай әсемдеп шықтым. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, және мен жасаған қателіктерді жасамасаңыздар, сіздердің меренгевый рулеттеріңіз өте керемет дәмді болып шығады. Бізге ас болсын, сіздерге сәттілік тілеймін. Жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.